МДМ терапияның өзінің диагноздарын қою үшін ең бірінші кезекте науқастан біз сұраймыз. Ауру сезім неден кейін пайда болды, қалай ауырады, қай жері ауырады, қай кезде ауырғаны күшейеді, қай кезде ауырғаны басылады, және ауырғаны басылу үшін науқас не істейді. Соның барлығын анықтағаннан кейін МДМ терапияның өзінің диагнозы қойылады, және сол диагнозына байланысты арнайы өзінің жасайтын емдеу техникалары бар, соны жасайды. Енді Анаргүл тәтеміздің белі ауырып келген екен, Анаргүл тәтемізден қазір сұраймыз. Енді беліңіз қашаннан бері ауырады, неден кейін ауырып бастады? 2014 жылы аварияға түстік, жолдасымыз екеуміз. Содан кейін менде 2-3 жыл ауыру білінген жоқ. Соңғы осы 5-6 жылда басында құйымшағым ішіне кіріп кетіпті. Оны салдырдым, енді грыжа пайда болды. Аяғым тартылғанда жүремей қалам. Аяққа беріп тұрды. Аяққа беріп тұрды. Қай аяққа берді? Оң аяққа ма, сол аяққа? Екі жақ кезек-кезек болатын, қазір особенно оң аяғыма беріп тұр. Екі жақ кезек-кезек. Енді достар, қараңыздар, егер де грыжада компрессия болса, бұл нақты грыжа аяқты ауыртып тұрған болса, ол ешқашан екі жаққа кезек-кезек ауыртпайды. Ол тек қана бір жақты ауыртады. Себебі грыжа бір күн аяқтан шығып тұрмайды. Ол бір жақтан шығып тұрғаннан кейін тек бір аяқты ғана ауыртады. Қарай. Двусторонняя грыжа деп айтқан, менде олай емес пе екен снимокта? Двусторонняя грыжа сізде деп айтқан мен. Маловоднеда бір Қытайдан келген емші кісіге барып қаралғанымда, ол кісі снимокқа қарады да маған айтты, сізде двусторонняя грыжа бар екен деді. Енді двусторонняя грыжа көріп тұрған жоқпын, и ол грыжа болған күннің өзінде ол постоянно ауырады. Ол постоянно аяқтың артынан тартып тұрады. Менікі сөйтеді. Енді сіз айтып отырсыз ба, бір қазір қойдым, басында мына жағым болған. Қазір енді міне соңғы бір жылдан оң жағым тартылады, белімнен төмен қарай аяғым басына дейін. Тұрып көрсетіңізші, қай жерден, қай жаққа? Міне. Аяқтың сыртымен ба, артымен? Міне мына 8 көзімнен осылай кетеді. Міне алдым, и былай кетеді. Еще алдына қарай. Міне алды, и былай кетеді, осылай. Мына буыным бар ғой, содан бұларды тартылады. Ол бір сызық болып тартыла ма, или бір сплошной? Сплошной тартылады, сплошной тартылады, осылай кетеді аяғым басына қарай. Аяқтың ортасында мынандай шұңқыр жер бар ғой, соның тамыры тартылады табанымда. Дәл қазір тартып тұр ма? Тартып тұр, осы келгенше ауырып келді. Келгенше ауырып келді. Мәшинеге әрең отырып келдім. Қандай ем қабылдадыңыз бұған дейін? Больницаға жатамын жылына 2 уақыт. Жақсы боласы да? Укол система алып шыққаннан кейін бір от силы 10 күннен кейін қайтадан ауырамын. Белім бар ғой, сыздап тұрамайтын, түргеп тұрып, үйдің жұмысын жасай алмайтынмын белім ауырғанда. Сол ине алдым, ине алғаннан кейін белім ауырғаны басылды да, мына жағым қоймайды. Тартылған кезде. Таңертең қалай сезінесіз аяғыңыз? Ертең тұрғаннан бастап ауырады. Түнде? Түнде бұрын ауырмайтын, қазір ауырып жүр, тартылады. Түнде тартылады. Қай кезде басылады? Отырсам, ештеңке ойламай, тыныш отырсам, тартылмайды. Ұйықтағанда... Ал бір нәрсе ойлап отырсаңыз? Жоқ, ондай емес. Мен көбінесе ұйықтағанда, ит жүргенде тартылады. Соң кейін түргеп тұрып жұмыс жасайын ғой, сол кезде. Мына аяғым сынып, бөлек қалып қалған сияқты болып. Тартылып отырып барып, кішкене деген барып жібереді. Хорошо. Тұрыңыз. Екі аяқты қосыңыз. Екі аяқты қосып, алдыға еңкейіңізші. Еңкейіңіз барынша. Бұлай. Ауыра ма? Ауырмайды. Аяқтарын тарта ма? Мына аяққа қарай тартады. Қай жаққа? Міне бұлай. Тұрыңыз. Артқа шалқайыңыз. Ауыра ма? Ауырмады. Оң жақ қараңыз. Мына жағым ауырады. Осы жағым ауырады, осы жағым. Сол жақ қараңыз. Оң жақ қараңыз. Жоқ, аяқ ауырмады. Ауырмайды, иә? Мына жағым. Отырыңызшы. Тізеңізді алып бетіп өзіңізді көтеріңізші. Ауыра ма? Арт жағынан ауырмайды ма? Жоқ, ауырған жоқ. Ауырған жоқ. Хорошо. Ауыра ма? Тартып ауырады. Мына шұңқырым бар ғой, мына 8 көз, сол ауырады. Былай? Ауыра ма? Былай ауырмайды. Ауырмайды.
жерге приседание сияқты отырып тұрып көріңізші. Екі аяқ қосыңыз. Бүйтіп па? Отырыңыз. Olmuyor mu? Onu жасайын үйде өстіп. Ойбай. Ой. Қалай ауырасыз? Ойбай. Ay. Осы сізді мазалап жүрген проблема да? Ушырым. Мында қазір ішіңізде итерем. Мында острый боль болмау керек. Хорошо? Острый боль болса айтыңыз, қолымды аламын сразу. Отырғанда машинада әрең келдім дедіңіз ғой, қазір отырғанда қалай сезіп тұрсыз? Жеңілдеп қалған сияқтымын. Или орындық отырып көресіз бе? Орында қаласа. Жаңа осылай отырып келдім ғой. Сол кезде мына жағын тартып келдім машинаға. Қазір тартып тұрған жоқ. Жоқ, кез тартып тұрған жоқ. Тұрыңызшы. Еңкейіп көріңіз. Қалай қазір? Жақсы. Артқа шалқайып көріңіз. Оңға солға қисайып көріңіз. Мына жағым қисайғанда ауырған. Қазір ауырып тұрған жоқ. Солға. Нормально. Орындық отырыңызшы. Жоқ, приседание отырып көріңізші. Жоқ, аяғым сытырлықмайды. Ауырмайды. Жоқ, ауырған жоқ. Орындық отырып көріңіз. Менікі жүргенде басталады ғой. Қалай жүрем? Лестницадан түсем ғой. Түсіп жүргенде уже басталады. Қазір жаңа келген кезде лестницадан шықтыңыз, ауырды ма? Ұстап шықты ма? Ортасынан енді сөзсеңіз. Ұстамай шықтым. Ұстамай шықтыңыз, жеңіл. Жеңіл. Жаңа мен ана дегенде басында кіргенде ұстап шықты. Қараңыздар достар, ФДМ терапияда бұл HTP деп аталады, яғни грыжа триггерной точки. Біздің денемізде әлсіз тұстар болады, адам қатты күшенген кезде сол әлсіз тұстарға келіп, фасция келіп қысылып қалады. Яғни бұл кісіде седалищный отверстие деген болады, седалищный нерв шығатын тесік. Сол жерге келіп, фасция келіп қысылып қалған. Ал ол фасция седалищный нервке әсер етеді, седалищный нервтің қызметіне кедергі келтіреді және екеуі бір тесікте қысылып тұрғандықтан седалищный нервтің бойымен ауру сезім таратады. Бұл кісі осы HTP-мен 5 жылдай уақыт жүрген, ешқандай ем көмектеспеген. Больницаға жатып шығамын, ары кетсе 10 күнде ғана жеңілдік болады дейді. Енді бұл жерде ешқандай ем көмектеспей, тек қана жаңа қысылып тұрған фасцияны ары қарай өзінің жолына қарай итеріп кіргізіп жіберу керек. Біз ешқандай дәрі салған жоқпыз, ешқандай укол салған жоқпыз, яғни қысылып тұрған фасциясын босатып бердік. Соның арқасында лестницадан жеп-жеңіл шықты, орындықта жеп-жеңіл отыр. Бірақ та машинада әрең отырып келген, лестницадан әрең шықтым. Әрең шықтым. Енді 5 жыл бойы қиналып келген емі, Аллаға шүкір, 5-10 минутта шешілді.